Азық-түлік бағаларының шарықтауы әлі де төмендемей отыр. Мұндай көрініс Жаңаөзен қаласында да белең алуда. Негізінде әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерге қосылатын бағаның үстемесі 15%-дан аспауы керек. Алайда кейбір жеке кәсіпкерлердің белгіленген чектік бағадан асырып сатуы отырған жайттар кездесуде. Арнайы құрылған мониторингтік топ әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері сауда орындарындағы бағаларды тексерді. Егер де рейд барысында азық-түліктерді чектік бағадан асырып саудалап отырған кәсіпкерлер анықталса, оларға әкімшілік хаттама толтырылып, айыппұл салынады дейді мамандар. Жаңаөзен қаласы әкімінің өкімімен халық бақылау мониторинг тобы құрылды. Мониторинг топтың құрамында пікір көшбасшылары, қала облыс деңгейінің депутаттары бар, блогерлер бар, қала белсенділері. Осы құраммен бейсенбі, сейсенбі күндері үй жанындағы дүкендерге, супермаркеттерге, жеміс қоймаларына мониторинг жүргізіледі. Біздің мониторинг топ тұрақты жұмысын жүргізіп жатыр. Жасалған жұмыстар бойынша жобалық офиске салып тұрамыз. Және өзіміздің әлеуметтік Фейсбукта, Инстаграмда парақшаларымыз бар. Азық-түлік бағасының күрт өсуіне тұтынушымен қатар жеке кәсіпкерлер де наразы. Себебі тауарлардың бір қатары көршілес мемлекеттерден келеді. Тағамдардың бағасынан бөлек оларды жеткізу қызметінің құны да едәуір қымбаттаған. Дәл қазіргі уақытта еліміз бойынша қант тапшылығы сезіледі. Шекерге сұраныс артқан сайын бағасы шарықтап, белгілі мөлшерде ғана сатылуда. Мәселен, Жаңаөзендегі ірі сауда орындарында қанттың бір келісі 440 теңгеден, бір адамға 2 келіден артық сатылмайды. Соның өзінде 8 тонна шекер бір аптаға жетпей қоймалар босап қалып жатыр дейді жауаптылар. Қыстыққа қарағанда қазірдің өзінде қымбатшылық. Ол қымбатшылықты білмей тіпті бар ғой, өкімет қолдан істеп отқан сияқты, шынына келгенде. Ал мына қарасаң, базаршылардың қарапайым, қарағал базарда отырған мына саудагерлерден көреді. Бұлардың қоятындары 10 теңге мен 20 теңге. Асып мықтап кеткенде 20 теңге қоятындары. Тек күнкөріс отырыстары бәрі. Мына қымбатшылықтан елдің қайттан көтерілмесіне кім кепіл білмейміз. Мынаны өкімет осы халықтың жағдайын ойлап, мына жағдайды жақсартпаса қиын. Сосын мына сырттан келетін неге мына растаможка деген затты бағасын төмендету керек. Растаможка основной бағаны көтеріп тұрған. Растаможка сосын мына ненің солярканың кесірінен мына келетін фуралардың проезі қымбат, растаможка қымбат, соның кесірінен осы заттың бәрінің қымбаттап жатқаны сол. Аталған мәселелерге байланысты қалалық кәсіпкерлер бөлімінде колл-центр іске қосылды. Бүгінгі күнге дейін 26 шағым түскен. Қоңырау шалған тұрғындар негізінен азық-түлік бағаларының қымбатшылығына наразылықтарын білдіруде. Арыздар тіркеліп, мамандар көрсетілген сауда орындарына заң аясында тексеру жұмыстарын жүргізіп, қажетті шараларды қолға алуда. Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын таба бермек. Райымгүл Махамбетова, Батыр Ақмолдаев, Ақтау Ньюс.